Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өседі. Ал Қара теңіз маңындағы елдер оны қолдан өсіріп бау-бақша өнімі ретінде қолданады. Лавр ағашының жапырағы қарағай мен шырша сияқты мәңгі жасыл. Сіздермен бірге дертке тауарнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 100 000 оқырманға жетуге ат салушыларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Лавр жапырағы көптеген тамақ түрлеріне айрықша дәм мен хош иіс беретін таптырмас дәмдеуіштердің бірі. Медицина өкілдері жүргізген зерттеулер нәтижесінде бұл өсімдіктің денсаулыққа берер пайдасы мен тигізетін залалдары анықталған. Оның пайдасының ең бастысы адамның иммундық жүйесін көтеруінде, ол әсіресе суық тиіп ауырған кезде өте пайдалы. Лаврдың құрамындағы ағзадағы зат алмасу қызметінің дұрыс жұмыс істеуіне қажетті микроэлементтер мол. Сондай-ақ ол ағзаны қалдықтардан тазартатын қасиетке де ие. Кептірілген лавр жапырағының тұнбасын ішу бауырдағы тастың түсуіне ықпал етіп, асқазан ауруын емдеп, адамның асқа деген тәбетін аша түседі. Биіктігі 25-30 метрге дейін жетеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қарашада піседі. Жемісі сүйекті қара қоңыр болып өседі. Жемісін күзде жинайды. Лавр жапырағынан дәрі-дәрмек жасалады. Емдік қасиеттері өте мол. Оны халық емшілігінде де қолдануға болады. Солардың кейбіріне тоқталып өтейік. Суық тиіп қатты жөтел қысқанда, лавр жапырағының 2 данасын алып, 1 стақан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салып, 15 минут қайнатады. Қайнаған соң 1 ас қасық бал қосып, жылыдай ішеді. Ішер кезде лавр жапырағын алып тастайды. Міндетті түрде жылыдай ішу керек. Бұдан жөтел тоқтап, қақырығыңыз шыға бастайды. Көзіңіз бұлшықтанып түйіліп ауырғанда, 4 дана жапырақты ұнтақтап, жарты стакан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай көзді жуады, бірақ ішуге болмайды. Құлағыңыз ауырып ішінен әрің су аққанда, лавр жапырағынан ұнтақтап қайнап тұрған 1 стакан суға 1 ас қасықтан салып, 2 сағаттай бұқтырады. Сонымен құлақты жуып, ішіне аздап тамызады. Тікішек шыққанда, лавр жапырағының 10 талын алып ұнтақтап, 1 стакан қайнап тұрған суға 1 сағат бұқтыруға жет. Соны дәкеге сіңдіріп, арттан тығып қояды. Әр 2 сағат сайын ауыстыруға болады. Сусамыр, яғни қан диабеті ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап, 3 стакан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет, әр жолы 3 қасықтан ішеді. Буын, сал дірілдеп ауырғанда 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 20 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып, 10 күн тұндырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алады да, ауырған жерде сылап орайды. Аяқ пен буындарда шошайып шыққан түйіндерді жазу үшін лавр жапырағының 5 салын ұнтақтап, 100 грамм мүсәтір спиртіне салып, түрі қоңырқай тартып өзгергенше қояды. Дайын болған соң түйіндерге жапсырып ысқылайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін лавр жапырағының 5 салын алып, жарты литр суда 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сызылған осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып ішеді. Ем болсын. Видео пайдалы болса, жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге дертке тауарнасы. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.